Сәлем достар, бүгін бізде кешкі асқа қамырға оралған кебаб. Ең алдымен фило немесе юбка қамырын жасаймыз. Ол үшін бізге керегі ұн, 1 жұмыртқа, 2 ас қасық зәйтүн майы, 1 ас қасық сірке суы, және тұз қосылған су, жылы су. Біртіндеп суын құйып, қамыр жасаймыз. Негізі бұл қамырда юбка қамырын қолыңызбен жасамай, дүкенде де сатып алуға болады. Мен сізге кеңес берер едім бұл қамырды алдын ала жасап алуға. Юбка қамыры жұмсақ әрі қолға жабысқыш болу керек. Осындай. Қамыр жасап болғаннан кейін кішкентай қалташаға салып демалдыруға қойып қою керек. Ал осы уақытта фаршын жасаймыз. Ол үшін 1 жуаны блендерден ұсақтадым. Одан кейін 2 түйір сарымсақты ұсақтадым. Тұз, бұрыш, фаршқа салатын қоспа, бәрін қосып араластырып, одан қаттырақ ұрып алу керек. Енді қамыр жабыспас үшін крахмалмен ұнды араластырып, осындай ұн жасадым. Одан кейін дайын қамырды 3-ке бөлдім. Бір-бірлеп жайып. Қамырда жайған сайын жаңағы смесін қайта-қайта үстіне сеуіп отырған дұрыс, өйткені ол жабысып қалуы мүмкін. Юбка те жаңағы қамыры өте жұмсақ, өте сондай жіңішке болғандықтан, жіңішкелігі осындай болу керек, прям артындағы жазулар оқып тұратындай, қол көрінетіндей. Юбка қамырын жайып болғаннан кейін бүктеп, майлық сүлгінің астына жинап қойдым. 50 мг суға 20 мг сұйық май құйдым. Қамырдың қазір несіне жаямыз оны, жан-жағына жабыспас үшін осындай көп құймаңыздар. Тіпті ортасына сеппеңіздер деп айтуыма болады. Мына жерде кішкене қателік болып кетті менен. Ол жаңағы құйма суды тек осындай шеттеріне ғана жағу керек, жабыстыру үшін. Қамырды 3 жағынан бүктеп, жабыстыратын жерлеріне майлы су жағамыз. Фаршты 3-ке бөлдім. Фаршты үстіне жаямыз. Видеода қалай көрсетіліп тұр, солай істеңіздер. Фаршты жайып болғаннан кейін ораймыз. Тағы да жабыстыратын жеріне майлы суды жағамыз. Пісіретін табаңызға сұйық майды құямыз, әдемілеп жағамыз жан-жағына. Юбка қамырымызды, жаңағы кебабымызды 2 саусақтай қылып кесеміз. Турап болған кебабты табаға жинаймыз. –
қызып тұрған пешке шамамен 35 минутқа 200 градуста қоямыз. Енді томатты салмасын жасаймыз. Қызып тұрған табаға 2 ас қасық томат салдым. Және блендерден 2 қызанақты өткіздім. Тұз, қара бұрыш салдым. Орегано салдым. Бір қайнатып аламыз да плитадан алып тастаймыз. Кебабымыз пісті. Енді әдемілеп тарелкаға салып, үстіне жаңағы томат салмасын салып ұсынамыз. Астарыңыз дәмді болсын.